Алтын доп арнасының алтындай достары, ассалаумағалейкум, қалайсыздар? Ең жақсы спорттың жанкүйерлері, бүгін біздің арнамыздан көретін ақпараттарыңыз мынандай. Харри Кейн мансабындағы алғашқы жүлдені алды. Антони футболдың жұлдызына қайта айналды, ал Ламин Ямал Барселонаның бастығы болғысы келеді ма? Осы және басқа да футбол ақпараттары бүгін сіздердің назарларыңызда. Достар, еңбегімізді бағалап, лайктарыңызды басып, арнамызға жазылып, қоңыраушаны басып қойсаңыздар, біз өте қуанышты болар едік. Қолдап жүрген достарға алғыс айта отырып, бүгінгі жаңалықтарымызды бастаймыз. Кеттік. Тақырып асқылама, Пеп Гвардиоланың Манчестер Ситиға берері таусылды деп ойлаған едік. Себебі алдыңғы күзден бастап Манчестер Ситидің инесі ілікпей, саусағы бірікпей, шайып, доп ұстай алмай, арты да жақсы емес, алды да жақсы емес. Манчестер Ситидің шаруасы да, саудасы да біткен сияқты болып көрінген болатын. Сол кезде Пеп Гвардиола жоқ, әлі еш нәрседе біткен жоқ. Мен өз еркіммен Манчестер Ситидан кетпеймін. Біреу қуып жібермесе, мен осы Манчестер Ситида жұмыс жасай бергім келеді. Әлі де алдағы уақытта бұл мәселелерді реттейміз деген еді. Шынымен де тақырып асқылама, Пеп Гвардиола мәселені реттеді десек те болады. Себебі қазірдің өзінде 3-ші орынға келіп алды. Жалпы 4-ке 5-ке Манчестер Ситидің биылғы маусымда кіруі өте қиын болатын. Қазір 3-ші орынға келді және де сол жерде тұрақтап қалады. Келесі жылы Чемпиондар лигасына қатыса алады деп сенеміз, толықтай сенемін мен өзім. Және әлі алда Англия кубогының финалы бар, Кристал Пэласқа қарсы, оны ұтып алады деп ойлаймыз. Және бір кубок ең болмаса осы маусымда бар. Осы маусымды мүлдем құрдымға кеткен маусым деп айтуға болмайды. Ал енді келісім шарт, тағы да бір маусымдық келісім шарты бар. Пеп Гвардиоланың сол келісім шартты аяқтап бірақ кетемін деп сұхбат берді. Және де осы маусымнан кейін толықтай жарты құрам өзгеріп кететін шығар. Манчестер Ситиді келесі маусымда көп көрім басқа ойыншылармен, жаңа құраммен, жаңа ойынмен көретін боласыздар. Соның бәрін бір ретке келтіріп, бәрін ыңғайлап, жаңалап, тазартып, жақсылап, қайтадан топ қылып, жүйені қойып, бірақ кетемін деді Пеп Гвардиола. Пеп Гвардиола жалпы Манчестер Ситида талай рекордтар жаңартады. Ең көп ойын өткізген бапкер атанды. Барған жерде бір рекорд қоймаса, жанкүйерлердің көңілінен шықпаса болмайды. Бұл Пеп Гвардиола деген өзі сондай тамаша бапкерлердің бірі. Және де соңғы сұхбатында осы Манчестер Ситидан кейін бәлкім мүлдем мансабымды аяқтаймын, немесе жоқ дегенде кемі 1-2 жыл демалыс аламын деп сұхбат берген екен Пеп Гвардиола. Аңыз ойыншы Антони жайлы әңгімелесейікші. Антониді өздеріңіз білесіздер. Манчестер Юнайтед 100 миллионға жуық ақшаға алған болатын, бірақ та Манчестер Юнайтедқа ешқандай да пайдасы тиген жоқ Антонидің. Болмайтын финттар, өз финтына өзі алданып қалу, соққылар жоқ, пастар қате. Сондай ойынды Антони бізге көрсетті. Бірақ Эрик тен Хаг осы Антониді қатты қалап алған еді. Эрик тен Хагтың өзі Антониға керегін бере алған жоқ. Және де осындай жағдайлардан кейін Антони Бетисқа ауысқан болатын. Реал Бетисқа барып, Антонидің мансабы қайта жанданды, жаңарды десек те болады. Бара салып, белгісіз лигаға, Испания лигасына бірінші рет барып тұрып, бірден 3 ойында үздік ойыншы атану деген, және де қазіргі таңда Антони Бетисті сүйреп жүрген мықты ойыншылардың бірі. Антонисіз Бетисті елестету өте қиын. Және кешегі ойында Испанияға қарсы Антони Бетисқа жеңісті жұлып берді. Ойынның соңында 91-ші минутта қандай мына ғаламат гол салды ғой, ғаламат гол. Бір тартты да арғы бұрышқа топ еткізді допты. Бұндай керемет ойын енді Антониді әр ойын сайын жалғасып жатыр. Және де Антонидің бір қызық рекорд жасайтын жағдайы бар. Қазір Манчестер Юнайтед Лига Европада ойнайды. Лига Европаның финалында деп айта берсек те болатын шығар. Атлетик Билбаоны бірінші ойында 3-0 жеңіп тастады. Келесі ойын өз үйінде беріп қоймайды-ау. Финалда егерде Манчестер Юнайтед Лига Европаның финалын алатын болса, Антони міндетті түрде Лига Европаның жеңіп алған ойыншы атанатыны белгілі. Ал енді Реал Бетис да қауқары бар. Челси мен финалға шығуы мүмкін. Челси ұтатын болса, жалпы тарихтағы жаңғыз ойыншы болады. Европа лигасының екеуін қатар ұтқан. Ондай жалпы ойыншы жоқ. Бір маусымда 2 Европа лигасын ұтып алған ойыншы жоқ. Осы атақ, осы рекорд Антонида ғана
болуы мүмкін. Антони енді Реал Бетиста егер де сұрап жатса, тағы да жалға немесе сатып алатын болса да, Реал Бетиста 1-2 маусым тағы ойнай тұрғаны жөн сияқты, ары қарайғы мансабы жақсы болуы үшін. Harry Kane'ді ең алғашқы трофеймен бәріміз бірге құттықтап қояйықшы. Harry Kane деген алғашқы трофейін алды. Бірақ Harry Kane'нің қарғыс атқан ойыншы, Harry Kane келді, Баварияда ештеңе де болмай қалды. Harry Kane осындай деп жатты. Harry Kane осы Лейпцигқа өткізген ойында да Бавариямен соңғы минутта өздерінің қақпасына гол жіберіп алды. Бұл Байердің ойынын күтпей-ақ сол ойында чемпион болады деп тұрған кезде соңғы минутта гол жіберді. Тағы да бір ойын күту керек болды. Егер Байер жеңетін болса, жалпы соңғы турға дейін Бавария клубы ала алмайтын шығар. Соңғы турға дейін күту керек болған болатын. Бірақ Байердің да біз өте нашар ойнап жүргенін білеміз. Фрайбургқа қарсы өткен ойында 2-0 деген есеппен жеңіліп жатты. Байер клубы сол кездақ Бавария тойлап кеткен болатын. Бірақ Байердің соңғы минуттарда камбэк жасайтынын біз тамаша біліп алдық. Соңғы 82-ші минутта Флориан Виртс салды. Соңғы минутта Джонатан Та салды. Және де 2 минут қана қалған болатын. 2 минут Harry Kane'нің жалпы Баварияның жүйке жүйелері жұқарып көріп отырды. Ысқырық шалынғаннан кейін бірден тойлау басталды. Бавария Бундеслиганың чемпионы. Бавариядан бұрын мен Harry Kane үшін өте қуаныштымын. Harry Kane ең алғашқы өзінің мансабындағы трофейді алды. Бұл трофейге жету үшін Harry Kane қанша ойын өткізгенін білесіз ба? 694 ойыннан кейін алғашқы трофейіне қол жеткізді. Не деген ыстық трофей десеңізші. Енді біріншіден Harry Kane'ді жалпы өте мықты футболшы, 9-дық ретінде қатты жақсы көремін. Екіншіден Тоттенхэмнің шабуылшысы болды. Мен енді Тоттенхэмнің жанкүйері ретінде Harry Kane үшін өте қуаныштымын. Және де тағы да бір ойыншым бар, трофей алса екен деген тілегім бар. Ол Сон Хин Мин енді қазір Лига Европаның финалында деп айтсақ та болатын шығар. Тоттенхэмді Будиглимттан өте алатын шығар. Одан кейін осы Сон Хин Мин кубокты Лига Европаның көтеретін болса болды. Ризамын на футбол деген дүниеге бәрі әділетті, бәрі жақсы болар еді. Жалпы Harry Kane'ді тағы да құттықтаймыз. Реал Мадридта қандай мәселелер болды биылдыққа десеңіздер, мәселенің бәрі қорғаныста болды. Қорғаныс өте нашар болды. Және де қорғаныстың бәрі толық болған жоқ, жарақаттар өте көп болды. Осы мәселелерге байланысты келесі маусымда қорғанысқа өте қатты көңіл бөлетін болады. Тек қана орталық қорғаушы емес, қапталдарға да қорғаушы алатыны белгілі. Енді оң жақ қапталға Александр Арнольд келуі мүмкін. Сол жақ қапталды да бос қалдырмайды, қарастырады. Себебі сол жақ қапталға да көңіл толмайды. Екі қорғаушы бар қазір. Біреуі Менди бар. Менди енді жарақатты көп алатын қорғаушылардың қатарына еніп кетті қазір. Екіншісі Франк Гарсия. Гарсия өте көп қателік жібереді, және де позицияда да қателіктер жібереді. Жалпы Гарсияға сенім жоқ. Мендиді да Гарсияны да осы маусымнан кейін сатып жіберуі мүмкін. Оның орнына Тео Эрнандесті қатарларына қосады деген ақпараттар бар. Тео Эрнандес Реал Мадридтің қатарында ойнаған, әлбетте көп уақыт ойнаған жоқ, бірақ ойнады. Осы корольдік клубтағы тәжірибесі оған біздің командаға қайтадан тез үйреніп кетуіне көмектеседі. Осы мәселе бойынша да біз Тео Эрнандесті қалап отырмыз дейді. Тео Эрнандестің жасы қазір 27-де, өте мықты қорғаушылардың бірі. Әлемдік деңгейдегі үлкен клубтарда тәжірибесі бар. Реал Мадридта да ойнаған, Реал Сосьедадта ойнаған, Атлетико Мадридта және Миланда өнер көрсеткен, тәжірибесі мол жақсы қорғаушылардың бірі. Осы қорғаушыға қазір Реал Мадрид көз тікті. Енді сөз салатын болады, ұсыныс жасайтын болады АЭС басылымының айтуынша. Ламин Ямал әбден жұлдыз болып біткен тәрізді. Себебі қазір жаңа келісім шартында оның 35 миллион жылына жалақы алуы мүмкін. Кейбір ақпараттарда 45 миллион евро дейді. Бұл енді қазір салыстырмалы түрде Левандовский Барселонада ең көп жалақы алатын ойыншы 33 миллион евро
Ал Ламин Ямал осындай келісім шартқа ғана көнетін сияқты. Жаңа келісім шарт ұсынатын болса, қазір оның жалақысы 3 миллион евро ғана. Жаңа келісім шартта өте үлкен баға сұрап отыр. Жарайды, ол баға бәлкім соған лайықты. Ламин Ямал өте жақсы ойнайды. Оған жарайды ешқандай әңгіме айтпай қояйық, бірақ ол қазір басшыларға, бапкерлерге өзінің сөзін өткізгісі келеді. Кімді алаңға шығарады, кімді алаңға шығармай қойыңызшы деген сияқты сөздерді де айта алатын болып жүр. Ең бір қызығы, соны басшылар мен бапкер де тыңдайтын тәрізді. Осымен нешінші рет айтып жатыр, Ферран Торрес негізгі құрамда шығарыңыздар, және де Ферран Торресті келесі маусымға алып қалып, негізгі құрамның шабуылшы қылыңыздар. 9-дық сол болсын дегенді айтып жатыр екен басшылыққа. Ал Ханси Фликтің өзі де ойланып қапты қазір шынымен де осы Ферран Торресті неге 9-дық қылмасқа деп. Айтпесе, Ламин Ямалдың сөзіне дейін осы маусымнан кейін Ферран Торресті сатамыз деп отырған болатын. Бұл жерде енді үздік бомбардир, үздік сұрмерген Левандовскийді да бетің барау, түрің барау деген жоқ Ямал. Левандовский отыра берсін, Ферран Торресті шығарыңыздар деген әңгімені айтып жүр екен. Және де бұл мәселелердің бәрі жалпы қаншама топ ойыншылар бар Барселонада, Педриң бар, басқаң бар, оның бәрінен жалақысын көбейтіп жіберсе, және де Ямалдың сөзін тыңдайтын болса, басшылар, бапкер, онда басқа ойыншылардың көңілі қалатыны белгілі. Көңіл қалғаннан кейін алаңнан тыс атмосфера командада бұзылады. Содан кейін жалпы командалық ойында құрып кетуі мүмкін. Бұндай мәселелер көп командаларда болған. Сондықтан да Ямалға өте қатты билікті беріп тастаудың қажеті жоқ тәрізді негізінде. Жақсы ойыншы, ол өзінің жұмысын білсін, жақсы ойнасын, гол салсын, пас берсін. Ал басқалар өзінің жұмысын білсін. Бірінің жұмысына бірі араласпаса дұрыс, әйтпесе бұл мәселе ушығып кететін тәрізді. Бір ойыншы бір команданы құртып жіберуі мүмкін. Жалпы қазақта мақал да бар, бір құмалақ бір қарын майды шірітеді деген. Сондай болып кетпесе болды. Ал бұлай Ямалға ешкімнің де әңгімесі жоқ, үздік ойыншылардың бірі. Ал енді арнамызға жазылып қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Біз сіздер үшін жиі футбол ақпараттарын шығаратын арнамыз. Бізбен бірге болыңыздар. Қолдап жүрген достарға алғыс айтамыз. Назарларыңызға рахмет. Келесі кездескенше.